Құрметті оқушым, бұл есептің берілгені мынадай. Екі санның айырымы 15. Егер алғашқы санға 3-ті қосып, екінші саннан 2-ні азайтса, екі санның айырмасы қалай өзгереді? Енді екі санды алайық кез келген. Мысалы, А болсын, минус Б. Адан Б'ны азайтсақ, 15 болсын. Не істейміз? Алғашқы санға 3-ті қосамыз. Қосайық, А қосу 3 деп жазамыз Аның орнына. Азайтылған Б'ның орнына не жазамыз? Екінші саннан 2-ні азайтса деп тұр. Б азайту 2 деп жазамыз. Сол кезде мәні қанша шығады? Көрейік. Жақшаны ашамыз. А қосу 3 қалады дәл солай. Азайтылған. Мына жақшаның алдына минус таңбасы тұрғандықтан, жақшаның ішіндегі қосылғыштардың таңбаларын өзгертіп жазамыз. Яғни, минус Б қосылған 2 деп ашылады. Тең. Бізде мына санды санға қосамыз. 3 қосу 2 дегеніміз 5. Сонда А азайту Б қалады орында, қосу 5. Бірақ біз білеміз, мынау бастапқы айырма болатын. 15-ке тең. А азайту Б 15-ке тең болды. Сонда мына бірінші азайғышты 3-ке арттырып, екінші азайтқышты 2-ге азайтсақ, онда бізде айырманың мәні 5-ке артады екен. Мына қосу 5 шығып тұр. Жауабы Д болады. Енді бұл жерде мысал ретінде де шығаруға болады. Мысалы айталық 17 азайту 2 тең 15. Болсын. Енді бірінші санға біз 3-ті қосамыз. 17-ге 3-ті қоссақ 20 азайту екінші саннан 2-ні азайтамыз. 2-ден 2-ні азайтқан кезде 0 қалады. Әрине 20 шығады. Қалай өзгерді? 5-ке артты. Біз оны мына жерде өрнек түрінде шығардық. Жауабы Д болады.